Өт бауырда түзіледі, ал өт қабында жинақталады. Өттің дұрыс бөлінуіне, ешқандай кедергісіз ағуына бірнеше ұсыныстар айтамыз. Бірінші кеңес. Бауыр күніне 2 литрге жуық өт бөліп шығарады, ал ол өт 80-95% судан тұрады. Соған байланысты біздің күнделікті ішіп жүрген суымыз да жеткілікті мөлшерде болуы қажет. Екінші кеңес. Өттің негізгі қызметі майды қорыту, ыдырату болғандықтан міндетті түрде күнделікті жануар және өсімдік майларын рационда қосып пайдаланып жүруіміз қажет. Ал трансмайлар деп аталатын зиянды майларды шектеуіміз керек. Үшінші кеңес. Дене жаттығуларын, яғни физикалық жаттығуларды жасап, үнемі қимыл қозғалыста болып тұру қажет. Себебі өтте ол кезде қимыл қозғалыс жасаған кезде моторикасы артып, жиырылып, өттің бөлінуі жақсарады. Төртінші кеңес. Рационнан газдалған сусындарды, тәтті тағамдарды, ұн қосылған тәтті тағамдарды шектеу қажет. Олар өтті қоюландырады. Бесінші кеңес. Рационға клетчаткаға, яғни жасуындыққа бай жеміс-жидектер мен көкөністерді қосу қажет. Бесінші кеңес. Салмақ тастайтын болсаңыз, бірден көп мөлшерде салмақ тастап қоюға болмайды. Біртіндеп тастау қажет. Егер сіз бірден көп мөлшерде арықтап немесе салмақ тастайтын болсаңыз, ол кезде өттің іркілуіне және өт жолдарында тастардың түзілуі пайда болады. Бесінші кеңес. Егер сізде өт жолдарыңызда тас болмаса, онда өт айдайтын шөптесін өсімдіктерді, шайларды қолдануға болады. Оларға артишок, зімбір, бақбақ, алоэ, календула сияқты өсімдіктер жатады. Алтыншы кеңес. Салқындатылған сусындарды, мұздай сусындарды ішуге болмайды. Себебі оны ішкен кезде өттің бұлшық еттері, сфинктерлері жиырылып қалады. Ал керісінше жылы су ішкен кезде жылы су өттің ағуын жақсартады.